Тас болған шәһәр. Әуелгі заманда бір шәһәрдә бір қарт пен кемпір болған. Олардың бір нысапта Тафиқты ұлы болған. Күндерде бір күн жігіт сапар шығуға ойлап атасынан, анасынан барып рұқсат сұраған. Рұқсат алып кетіп бара жатып, жігіт бір шәһәрге барып кірген. Ол шәһәр тас болған. Әрбір үйлері һәм нәрселері кісілері кейбіреуі отын кескен жерінде балтасымен тас болған. Қайсы бір адам отын көтерген бойында тас болған. Қайбіреуі көшеде жүрген кісі сияқты тас болған. Бұл шәһәрдің не себептен тас болғанын білмей, бұл жігіт шәһәр бойынша жүрген. Жүре-жүре патшаның үйіне келіп кірген. Патшаның үйінде бір тірі адам көрмеген. Болса да патшаның үйінде 2 сағат күтіп отырған бір адам көрінер мекен деп, сол арада патша үйіне патшаның қызы келген. Ол қыз бұл жігітті көріп амандасқан, әрі сұраған, қайдан келдің, қайда барасың деп, бұл жігіт бәрін бастан аяқ айтып берген. Сонан қыз айтқан, бізге бір жақсы таза кісі керек еді. 3 түн патша үйінде дұға қылып отыруға, осындай 3 күн дұға қылып отырушы болса, бұл шәһәрдің халықтары жаңадан тіріліп өз-өзіне қайтатын еді деген. Бұл жігіт қыздың сөзін қабыл етіп ырза болған. Қыз бен жігіт уағда қылған. Егер жігіт 3 түн дұға қылып шәһәр халқы тіріліп өз суретіне қайтса, қыз жігітке тимек болған. Қыз жігітке 3 шам бергенде өзі кеткен. Бұл жігіт шамды жандырып дұға оқуға кіріскен. Түн ортасы болған соң бұл жігіт жанына сонша көп жындар келген. Жындар келіп бұл жігітке дұға қыла бастаған. Кейбіреуі отпен өртемекші болып, кейбіреуі ұрмақшы болып, кейбіреуі қорқатын нәрсемен қорқытпақшы болып, қорқытып қараған. Бұл жігіт тіпті қорықпаған. Түн ортасы өткен соң бәрі де жоқ болған. Таң атқан соң бұл жігіт жатып ұйықтаған. Бір уақыттан соң патша қызы бұл жігіт жанына келіп сұраған, қандайсың деп, жігіт жауап берді. Құдайға шүкір, Құдайдың құдіретімен сәлемет қалдым деп, қыз тағы кетті. 2-ші түн және шам жандырып дұғаға кірісті. 2-ші түні бұрынғы өткен түннен де қатты қорқынышты болды. Жігіт тіпті қорықпады. Түн ортасы ауған соң жындар тағы да кетті. Бұл жігіт жатып ұйықтады. Бір уақыттан соң қыз және келіп, бұрынғы сұрағандай тағы сұрады. Бұл қыз біраз отырып кетіп қалды. 3-ші түн бұл жігіт және шамдарын жағып дұға оқуға кірісті. Бұл түн бұрынғыдан да тіпті қорқынышты болды. Бұл қорқынышты тілмен айтып, қағазға жазып бітіре алмайды. Түн ортасы ауған соң жындар кетті. Жігіт жатып ұйықтады. Ертеңгісін қыз және келген еді. Жігітке айтқан, әй жігіт, сен 3 түн машақат шектің. 4-ші күн және дуалға жазып қой, халықтың нағып тірілген. Егер де олай етпесең, менің атам ашуланар. Кім мұндай істетті? Қыз айтуынша 4-ші түн өткен соң таң атқанда әрбір халықтар тіріліп жүре бастады. Патша да тіріліп өзінің үйіне кірген еді. Ашуланып сұраған, кім бұл істі істегенде? Сол арада дуалдағы жазуды оқып көрген. Сол уақытта патшаның қызы атасы жанына келіп атасына айтқан, міне осы жігіт 3 түн дұға қылып сіздерді тірілтті. Патша қызынан сұраған, ол жігітке не бермекші болдың деп. Патша қызы айтқан, егер сіздерді тірілтсе, өзім тимек болдым деген. Патша бұл жігітті тіпті жақсы көріп, қызын бермек болды. Сол сағат той қылып, қызын бұл жігітке берген. Сонан бұл патша опат болған соң, бұл жігіт патша орнына патша болып, қыз екеуі жақсы өмір сүрген.